Қазір өзбектер туралы айта бастасаң болды. Ол өзбек халқы емес, бүгінгі өзбек халқы кезінде Дешті Қыпшақта билік еткен Әбілқайыр хандығының алдында тіпті біреуі өзбек ханмен байланыстырады, енді бірі 92 баулы өзбек тарихымен байланыстырады, енді бірі бүгінгі Орта Азия жерінде мекендеп жатқан Өзбекстанның негізгі ұлты ретінде де қарастырады. Бірақ қалай дегенмен де біздің тарихымыз сонау ерте кезеңде байланысты болғанын жоққа шығара алмайсың. Себебі Әбілқайыр хандығының тұсында көшпелі өзбектер мемлекетінің құрамында бүгінгі қазақтардың ру тайпалары да болды, сол өзбектер де болды. Кейіннен Шайбани ханның бастауымен өзінің соңынан ерген шамамен 200 мыңға жуық халықты бастап, Шайбани Орта Азия жеріне барып, өз мемлекеті Бұхар хандығының негізін қалаған болатын. Әрине, бұл ұзақ тарих. Сонымен бүгін біз сіздерге өзбектер деген жалпы кім, қандай мағына білдіреді және оның тарихы қандай, өзбек халқының, өзбектердің жалпы тарихының түп негізі қай жерден бастау алады, міне осыған байланысты тарих айтатын боламыз. Алдымен видеоға лайк басып, комментарий жаза отырсаңыздар және бұл видео ұнаса таныстарыңызға таратып жіберсеңіздер. Сонымен біз өзбектер туралы тарихты бастаймыз. Өзбек өз ағам дейтіндей, олар бізге қырғыздардан да жақын ба? Өзбек сөзінің мағынасы қандай? Осыны ашып түсіндірейік. Алдымен өзбек атауы қашан пайда болды дегенге келейік. Өзбек термині алғаш рет 13 ғасырдың соңы, 14 ғасырдың басында Шығыс Дешті Қыпшақ жас жауынгерлердің топтарының саяси бірлестігі ретінде пайда болған. Содан кейін 14-15 ғасырдың екінші жартысында жас жауынгерлердің бұл әскери саяси бірлестігі бүкіл Дешті Қыпшақ өлкесінің тұрғындарының атына айналып, ендігі жерде көшпелі өзбектер мен түріктенген моңғол тайпаларының барлығы өзбек деп атала бастаған. Өзбек сөзінің кең қолданысқа енуі бұл Әбілқайыр хандығы немесе көшпелі өзбектер мемлекеті деген атаумен белгілі. Шайбани әулеті басқарған бұл мемлекетті кейбір деректерде көшпелі өзбектер мемлекеті деп атайды. Ал Әбілқайыр хандығы құлап, оның ұрпақтары жан-жаққа бытырап кеткен кезде қазақ ордасы күшейіп, Дешті Қыпшақты өзіне қаратқан болатын. Ал Әбілқайырдың немересі Мұхаммед Шайбани хан қазақтармен ұзаққа созылған шайқастардан кейін өзінің соңынан ерген халықты бастап, Мәуереннахр жеріне көшіп кетіп, сонда Бұхар хандығының негізін қалайды. Белгілі тарихшы Құрбанғали Халид бұл хақында былай деп жазады. Кейбіреулер жоғары 92 санды Қыпшаққа тиіс деп, 92 баулы Қыпшақ, 62 баулы өзбек дегенді айтады. Түріне қарағанда бау сөзі көне түркі тілінде тармақ, бұтақ, топ деген мағынаны білдіреді. Дешті даласынан көшіп Мәуереннахр жеріне барған осы халық Әмір Темір мұрагерлері басқарып отырған аймақтарды жаулап алып, өз билігін орнатады, яғни Бұхар хандығын. Тіпті Иранның Хорасан жеріне басып кіріп, шекарасын кеңейткен кездер де болған. Бұхар хандығы өз заманында өте мықты мемлекет болды. Әсіресе 2-ші Абдолла ханның тұсында мемлекет өзінің шарықтау шыңына көтеріліп, ел экономикасы, мәдени, сауда байланыстары мен үлкен құрылыстар қарқынды дамыды. Алайда 2-ші Абдолланың билігінің соңында елде дағдарыс басталып, қазақ билеушісі Тәуекел хан мен парсы билеушісі Аббас падишах Бұхар еліне басып кіріп, Бұхар елінің көптеген аймақтары қазақтар мен парсылардың бақылауына өтіп кетеді. Шайбанилық әулет биліктен кетіп, Аштар ханилер немесе кезінде Астраханнан келген Жанилер әулеті билікті тартып алған болатын. Осылайша Бұхар елі енді бұрынғыдай қуаттылыққа жете алмайды. Хиуа хандығы бөлініп шықты, кейіннен Қоқан хандығы да өз алдына жеке мемлекет болып қалыптасты. Алайда бұл кездері өзбек атауы толық қалыптаспаған еді. Өзбек сөзінің тағы бір нұсқасы бұл Алтын Орда билеушісі өзбек ханның есімімен байланыстырылады. Енді бір нұсқада өзбек деген сөз бұл өзі бек, яғни өзіне өзі қожа, еркін, тәуелсіз деген сөздердің синонимі дейді тарихшылардың бір бөлігі. Кейіннен 1924 жылдары кеңестік саясаттың нәтижесінде Өзбекстан атауы ресми түрде қолданыла бастайды.